Ассалаумағалейкум бауырлар. Адамның басындағы шаштар түсіп жатқанда қалай соны тоқтатқан туралы бір болған оқиға туралы айтып кетейін. Бір бауырымыз шамамен жасы 50-ге таяп қалған кісі моншадан пардан шығып үстіне бір шелек суық құйған, негізі дұрыс деген, ол өте пайдалы. Соны себепсіз жағдаймен ол кісінің басына шаштар түсе бастаған, қатты түсе бастаған. Сосын бұл кісі сұрастыра жүріп, мынау народный медицинада пайдаланатын тәсілді істеп көрген. Яғни ол жерде қалай, мынау кәдімгі өзіміздің жеп жүрген пиязымыз ғой, пиязды былай пышақпен екіге бөліп, сосын екі қолын алғанда, мынау адамның басы дейге, басы болса соны әптен сүйкелеген былай, езіп, массаж жасап, қатты басып былай, төбесінен басып, әптен біраз неткенен кейін мынаның өзі соңғы бітіп қалады. Сосын пышақпен жұқалап былай бір тіліп тастасаңыз, екеусінде қайтадан соқпайда болады. Сөйтіп, общем, күніне бір пиязды кетіріп отырған, күнде жұмыстан кейін. Содан ол кісінің шашы жаңағы Алланың құдіретінің күштілігімен өте қою болып, сосын мына түбі деген сондай мықты болған, сөйтіп өскен. Өнігөй мынау ол кісінің көп шаштары ағарған болатын екен, соның жартысы қарайып кеткен ғой, прям седой адам деп айтпайтындай жағдайға екен. Көрдіңіз ба? Қандай? Содан осындай тәсілді істегеннің енді өте дұрыс. Енді мен өзім қосымша айтып кететінім, біріншіден басты тоқырайтып алып тастау керек та. Екіншіден, осыны жасардың алдында бір ыстығырақ суға жақсылап тұрып жуу керек, сабынсыз. Сабын ана клеткалардың бәрін тесіктерін жауып жібереді. Сол үшін сабынсыз жай жылы су, ыстығырақ сумен бұның сонда мынау поралар ашылып, жаңағы клеткалар ашылады да, сонда мыналардан баратын соқтар ем тез қонады. Сонда бұл жаңа кісі істеген процесті көбейтесіз да. Осыны сөнегөйін қосымша жаңағы сіз жылы сумен 1 сағаттан кейін жуып тастайсыз, 1,5-2 сағатқа дейін отыра беріңіз, мазалағанша, өзі мазалап, кішкене қыши бастайды, сол кезде жуып тастау керек, таза сумен ғана. Сөнегөйін мынау Қытайдың магазиндерінде, базарда мынандай бір зат сатылады. Бұлар болмас нәрсе көрінген жерде тұр. Осыны битіп, бұлай ақырын битіп, асықпай, жаймен өстіп массаж жасап жүрсе, адамның қан тамырының жақсы жүріп, осылай демалуына, басы ауырып тұрған кезде істеуге болады. Сондай өте пайдалы нәрсе. Осы тәсілді егер шаштарыңыз түсіп жүрсе, қорықпай істеп көруге болады. Бәрі табиғи нәрсе, зияндығы жоқ.